Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында болған ауыл олимпиадасы математика пәнінен 11 сынып 1 кезеңнің 13 есебін талдаймыз. Берілген көбейту мысалын толықтаңыз. Жұлдызшалар кез келген цифраны білдіру мүмкін. Жауап ретінде көбейтінде нәтижесінде шығатын санды жазыңыз дейді. Мына жерде 1 болған. Өйткені кез келген екі таңбалы сандарды көбейткен кезде үлкен сан шығуы мүмкін, бірақ мына жерге 0 жаза салайын, ештеңе өзгермейді. Мына 3 таңбалы санға 2 таңбалы санды қоссам, 4 таңбалы санды шығу үшін, мысалға 970-тің өзін 99 қосқан кезде 1000-нан артады, бірақ 2000-ға жетпейді екен. Ешқандай 3 таңбалы санға 2 таңбалы санды қосқанда 2000-ға жетпейді екен. Сондықтан мына жерде 1 тұрады. Мына жерде 1 тұру үшін мына жерде 9 болу керек. Мысалға 8 болатын болса, ойдағы 1 мен ол 9 болады, 10 бола алмайды екен. Мына жерде ойда 1 болса, сонда мынау 10 болады. 9-дың орнына сонда ойдағы 1 мен 10 болады екен. Не үшін ойда 1 болады, 2 бола алмайды? Мысалға мына жерге 9-ды қойған күннің өзінде 16 болады да, ойда 1 болады, 9 бен мына жер 10 болады екен. Мына жер 97 болса, демек, оны мына жер 2 таңбалы сан 97 қандай сан? Жай сан, я оны 1-ге көбейткен екен. Басқа мысалға 32-ні мысалға 3-ге көбейтсек 96 болатын еді, сол сияқты. Бірақ мына жерде жай сан болғандықтан мына тек қана 1-ге және 97-ге бөлінеді. Мына жерде 97 тұрады екен. Ол 1-ге көбейген. Енді мына жерде де 2 таңбалы тұр. Ол 1-ге немесе 0-ге көбейген болып тұр. 0-ге көбейетін болса 0 қосылған 970, мына жер 1000 болмайтын еді. 970-тің өзі болатын еді. 3 таңбалы сан. Сондықтан мына жерде 0 емес 1 екен. Мына жерге де 97 деп жазамыз. 7-нің өзі түседі мына жерде. 16 бір ойда 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады екен. 1067 деген нұсқа дұрыс нұсқасы. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.